Қиямет күні келген кезде ешбір жан оның рұқсатынсыз сөйлемейді. Фәминхум шақиюн ва сағид. Сол жерде махшарда жиналған адамзаттың ішінен бақытсыздар болады және бақыттылар болады. Құранда Алла тағала бақытты және бақытсыз деген нәрсені тек осы сүреде сөйлеген. Және оның өте маңызды нәрсе екенін, және біз бақыт деп түсініп жүрген нәрселердің бақыт емес екендігін. Бұл ең соңғы махшарға келген кезде анықталатын нәрсе болғаннан кейін бір-ақ рет сөйлеген ғой Құранда. Бақыт пен бақытты мен бақытсыз деген нәрсені. Соны Алла тағала қиямет күнгі нәтижені айтып отыр. Күллі адамзат махшарға келген кезде бақыттылар, бақытсыздар болып бөлінеді екенбіз. Енді біз сұрасақ, ең бақытты адам ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Не арқылы Алла оны бақытты қылды? Тоха сүресіне назар аударсаңыздар, бірінші аятына. Тоха деп басталатын сүре. Ма анзална алейкал Құр'ана литашқа. Біз саған Құранды сен бақытсыз болуың үшін сүрмедік. Яғни біз саған Құранды сен тек бақытты болуың үшін түсірдік. Олай болса, күллі бақыт осының ішінде тұр. Күллі сіз бақыт іздейтін бақытыңыз осының ішінде тұр. Соқтан мен бұның ішіне кіріп қараған кезде, мен бір нәрсені бақыт деп жүр екенмін осы өмірде. Маған солай үйретілген. Біреудің курсынан, біреудің жаңағы тренингінен, біреудің кітабынан. Сөйтсем, ол бақыт емес екен. Ол заяға кеткен уақыт екен. Міне бақыттың күллісі. Осының ішіндегі сізге айтылған күллі иман мәселелері, ғибадат, мінез-құлық, отбасы, сауда, зекет, көрші, ата-ана, күллі нәрселер. Бақыт сол жерде екен. Ал іс жүзінде қалай ол бақыт? Алла айтты, елші айтты. Иманыма қатысты бірдеңке айтты Алла. Иманыма қатысты елшісі бір нәрсе айтты. Сол кезде менің бақыттылығымды көрсететін нәрсе, бақыт іздейтіндігімді көрсететін нәрсе, самиғана ва атоғына деген сөз екен. Қараңыздар, қай жерге байланған бақыт? Естідім және бойұсындым. Бақытты қабыл алдым. Бөтен әйелдерге қарай берме. Естідім және бойұсындым. Бақытты қабылдадым. Басқаша істесем, бақытсыздық болды. Ол күнә, ләззат, тағы бар нәрсеге болса, қанымызға сіңіп алданып қалған жөніміз бар. Ол бақытсыздық бәрібір. Сол секілді кез келген нәрсе. Ата-анаңа түф деме. Естідім де бойұсындым. Малыңның зекетін бер. Естідім де бойұсындым. Көршіңе жақсылық жаса. Естідім де бойұсындым. Туысқаның бермесе бер. Естідім де бойұсындым. Туысқаның келмесе бар. Естідім де бойұсындым. Ұрлық жасама. Естідім де бойұсындым. Енді адамның өміріндегі күллі құндылықтар ғой. Біз бір бәрін жиып айта алмаймыз. Оның барлығы осы Құран ішінде тұр. Жер бетінде дандайсып жүрме. Естідім де бойұсындым. Күллі елшілерді мойында. Адам-атадан бастап соңғы Мұхаммед пайғамбарға дейін. Естідім де бойұсындым. Исраил ұрпақтарына естідік, бірақ бойұсынбаймыз. Кімді қаласақ, сол пайғамбарларды мойындаймыз. Кімді қаламасақ, мойындамаймыз. Құранды да мойындаңдар деп оларға. Жоқ, Құранды мойындамаймыз, Тәуратты мойындаймыз. Насаралар, Інжілді мойындаймыз, Тәуратты мойындаймыз, Құранды мойындамаймыз. Бақытсыздық. Естідік және бойұсындық осы бақыттың кілті. Бақыттың кілті естідім және бойұсындым. Бұл Алла мен елшісінің хақы біздегі. Бойұсындым болды. Мен бақытты Алладан іздедім, сол нәрсеге ұмтылып кетіп бара жатырмын. Естідім, бойұсындым. Естідім, бойұсындым. Естідім, бойұсындым деген нәрселер. Осының негізінде қиямет күні біз махшарға барған кезде бақытсыз және бақытты болып бөлінесіңдер дейді.